бүгінде мінекенде 1968 жылы және 1969 туылған түлектердің кеше ғана мінекенде мектеп табалдырығын аттап, тамаша етіп өздерінің алдында керемет маман иесі болып, қазір енді әке мен ана болып, ата мен әже болып, құда жекжат болып, тура 40 жылдан кейін осы кереметтей 40 жылдық мерекелік кешке жиналып жатыр. Ендеше сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен, әдемілеп, айқай шуларыңызбен, көтеріңкі көңіл күймен 1968 жылға 1960 жыл туылған нөмірі 10 мектеп Сәбит Мұқанов атындағы орта мектебінің барша түлектерін сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен орта қарай қарсы аламыз. Баршаларыңызда қош келдіңіздер. Ал ендеше ортаға сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен араға 40 жыл салып, жүздерді әрі әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын кластастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын кластастарым. Кек көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар, қуыстай сайрап, айналайын кластастарым. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар, қуыстай сайрап, айналайын кластастарым. Мұғалима оқы деп жүр ғой, бірақ оны түсінбейміз ғой. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын кластастарым. Ал айқайлаймыз, қуаныштарыңыз құтты болсын. Бәрекелді. Ал баршаларыңыздар, қош келдіңіздер. Басқа қас келдіңіздер. Енді құрметті меймандар, өздеріңіз білесіздер, бір әрі үйреткен ұстазға 40 жыл тағзым дейді. Осы мекенде кереметтей. Ал ендеше әдемі әнімізбен арнайлап осы ұстаздарымызды, ұлағатты ұстаздарымызды әдемілеп өзінің оқушыларымен ортаға қарсы алғанды жөн көріп жатырмыз. Ендеше қошеметімізді аямай, ұлағатты ұстаздарымызды сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен шақырайық. Мария апайымызды, Тұрсын апайымызды ортаға шақырайық. Өзімдей жанға шәкірт болғанымды Табылған балапаннен биядағы қырандай жетілдірдің қиядағы ұстазға деген ыстық сағынышым білемді қалай ғана сыйлады. Ұстазым менің қамқорым едің, балығым асыл өнерге жүрегім барған, өзіңнен арқан биікке шықсам егерден. Өнерді мен білмейтін қатпарларын, жаныма сіңіргенше тоқталмадым. Алдымнан шықты бүгін қолын бұлған, қанша жыл қиналдым. Ұстазым менің қамқорым едің, балығым асыл өнерге жүрегім барған, өзіңнен арқан биікке шықсам егерде. Ұстазым менің қамқорым едің, балығым асыл өнерге жүрегім барған, өзіңнен арқан биікке шықсам егерде. Ұстазым өзіңнен арқан биікке шықсам егерде. Ой, тамаша, қошеметімізді аямай, шапалағымызды ұрайық ұлағатты ұстаздарымызға.
Әдемі гүл шоқтарын ұстайық. Келіңіз, ұстаздарымызға Қамында келшіде басиетін етпей дағасын бейде Ұстазым, ақошы дос той арманым Арналсың саған осы баршаларыңыз тамаша етіп өлеңіне шықтыңыздар. Ендеше дастарханға жайғасып әрмен қарай кешімізді әдемілеп жандандырып жалғастырайық. Қош келдіңіздер. Нөмірі 10 мектеп түлектері. Жаз гүліндей жайнаған масатыдай жер сұлу аққу қыздар тойлаған айдын шалқар көл сұлу Мынандай шапалақ бармайды. 40 жылда бас қосып тұр. Неге шапалағасыз? Bir қанша қошымен шапалағайық. Қош келдіңіздер. Ал жайғасайықшы. Так мен енді бірінші, екінші, үшінші дастархан деп бөліп алайық. Так төріндегі отырған ұстаздарымыз бірінші дастархан болсын. Ал кеттік ал. Бірінші дастарханның көңіл күйі қалай? Ал кеттік екінші дастархан көңіл күйі қалай? Ал кеттік үшінші дастархан көңіл күйі қалай? Ал башаларыңызға қош келдіңіздер. Бірінші өзара сылайтын, бесімі рахтеп бастайтын, шөбіреді бар күнге артық сөйлеп аспайтын, жамандықтан алыспап, жақсылықтан қашпайтын, шүкірі бар күнінде, зікірі бар тілінде, ислам деген заты бар, мұсылман деген аты бар, 1400 жыл бұрын арнайы Алладан келген хаты бар. Ең алдымен мұсылман жамандасқанды жөн көрдім. Тойғаныштар құтты болсын баршаңызға. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер баршаларыңызға. Бүгін екенді жүздеріңізде әлі сол балалық белгі тұрған екенді 40 жыл мектеп бітіру кешіне баршаларыңызға қош келдіңіздер. Нөмірі 10-шы Сәбит Мұқанов атындағы орта мектептің екенді 1976 жылы тардай болып кіріп, 1986 жылы таудай болып шығып, өздеріңіздің қалаған мамандықтарыңызға, өздеріңіздің қалаған жұмыстарыңызға, ата-аналарыңызға күш түсірмей, ата-аналарыңыздың тік көтерген басын жерге қаратпай, бүгінде некенді төрт көзіміз түгіл, төрт қоламыз тең, аман есен осы 40 жылдық мерекелік кешке баршаларыңызға қош келдіңіздер. Бірақ десек те, мына жерде енді Алланың әміріне ешкім қарсы тұра алмайды. Арамыздан кеткен ұстаздарымыз да бар екен, арамыздан кеткен дос бауырларымыз да бар екен. Сондықтан да ол кісілерді еске алмасақ болмайды деген ниетпенен 1 минут бір еске алғанды жөн көріп жатырмыз. Осы күнде өткен олардың ұстаздарымызды және де достарымызды, класстас құрбыларымызды еске алайық. Дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым, досымен ғана досымен сонда қымбатсың. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын, сендегі доспен дос болып мен де тұрмақпын. Достарың көп пе, апырау деткен жақсы едің, досым азы менің досым-ау, соның тап шемін. Достарың менен достастыр мені, асылым достастыр мені, болайын құлың ақ сенің. Достыққа жүрмін құмартып, өлігіне жүрмін өзімен артып. Жалғыздың барып жанына жолдас болғаннан, достардың барып ауласын өлген мың артық дейді. Арамыздан кеткен құрдастарымыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа, иманы жолдас бол, көрілмей кеткен қызықты артында қалған ұрпақтары, және сіздер көрді Алла нәсіп етсін. Bir сөзінде келіп ескеріп тұрғандарыңызға рахмет. Жайғасуға рұқсатымызды білдіреміз. Баршаларыңызды қош келдіңіздер. Үлкендердің сонау мекенді ата-бабаларымыздың керемет сөзі бар. Өлі риза болмаса тірі байымайды дейді. Сондықтан да бір еске алып жатқанымыз өтуі тек асабаға байланысты емес, өздеріңізге де тікелей байланысты. Бір-бірімізбен жақсы қарым-қатынаста болса, әдемі кеш болады. Сондықтан да бір жағадан бас, бір жерден қол шығарып, сізбенен біз болып, жігітпенен қыз болып, әдемі бүгінгі кешімізді өткізейік. Ендеше әр нәрсенің өзінің бір ашылуы болады. Сөйлей берсең, сөйлеген жаның сүйгіме кетеді дейді. Сондықтан да мен бірінші ортаға сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен әдемілеп осы керемет кешімізді ашып беруге сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен әдемілеп некенді ортаға шақырайық. Исқалиев Қайрат және де Есимова Айгүл.
Шақырайық, құрдастарымызды бір қандыра қошемет шапалақ қойыңыздар. Есқали Қайрат есім Айнұр. Ал беріп шыға. Ассалаумағалейкум. Құрметті алғатты ұстазымыз, сыныптас достарым, мына 40 жылдық мектеп бітіргеніміз құтты болсын деймін. Баршаңызға тек тілейтінім зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Келесі 50 жылдықты аман есен баршамызға кездесуге нәсіп етсін. Алла тағала нәсіп етсін. Құрметті алғашқы мектеп табалдырын аттап, қолымызға қалам ұстатып, әріп үйреткен ұстаздарымыз Тұрсын апай мен Мария апай 40 жылдық кездесуге қош келдіңіздер. Сыныптастарымыз. Жүректі тербететін ерекше күн болып тұр. Балалықтың бал дәуренін еске алып, жүректе сағынышты оятқан күн. Уақыт бізді жан-жаққа таратса да, мектеп қабырғасындағы жылы естеліктер бәрімізді қайта табыстырып отыр. Сыныптастар 40 жыл бұрын көзінің оты бар, кеудесінің қуаныш кернеп тұрған түлектер еді. Сол кезде алда не күтіп тұрған білмесек те, болашаққа деген нық сеніммен өмірге қорықпастан аяқ басқан болатынбыз. 40 жыл өтті, бірақ әрқайсымыз отбасылы, бала шағалы, жиған тәжірибелі, жеткен жетістігі, еңсерген қиындығы, қолға түсірген сәттіліктер бар ересек адамдармыз. 10 жыл бұрын оқыған достарымыз еш уақытта ұмытылмайды. Олар біздің жүрегімізде жылы естелік болып қала береді. Жанымызда жүрген сыныптастарымыздың амандығын көріп, жүздерінің күлкі көрген өзі бір шексіз бақыт. Сыныптастар, жолдастар, келді міне 40 жылдық кездесу. Күлім қағып, мектептегі күндерімізде елестейді. Көз алдында жұлдыздай жымың қағып. Құтты болсын бас қосу 40 жылдық. 10 жыл бойы бірге оқыған сыныптастар. Бар жақсылық орналсын барлығыңа, қадамдарыңа оң болып әрбір басқан. Әрбіріміз отбасылы жандар болдық. Шаңырақтың шаттығы тірегі болып 40 жылдық кездесу баға келсін. Әрбір жанға қуанышы, шаттығы мол. Сыныптастарым аман болсын. Келесі 50 жылдыққа кездесуге Алла нәсіп етсін. Бәрекелді, өте керемет тамаша, және де кетпеңіздер, әдемі біздің енді осындай ұйымдастырушылардың атынан әдемі сіздерге осындай марапатымыз бар. Бірін марапатты оққанда бір қошемет ұрып шапалақ ұрып отырыңыздар. Әдемі ұйымдастырушылардың әдемі сый сияпаты. Ал мінекенді марапат номинация сыныптың такси королі дейді. Ананы қара. Есқалиев Қайрат 40 жылдық ұйымдастыруда көлігімен де, көмегімен де алдағы шепте жүріп, белсенділігі үшін әрқашан көмек беретін жомарт мәрт мінезі үшін марапатталады. Дұрыс па? Bir қатар қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Қош келдіңіздер баршаларыңызға. Мана көрмеңіздер. Ал ендеше әрмен қарай келесі номинация. Біздің номинациямыз бір текст емес, әртүрлі өздеріңіздің мінездеріңізге, мына осы 40 жыл бойы мектепте жинағандағы өздеріңіздің абыройыңызды елеп ескеріп жазылған екен. Бір текст болса, былай беріп соғы болады, бірақ десек те әртүрлі. Ал кеттік, мына марапат сыныптың позитив менеджер дейді. Ананы қара. 40 жылдық кездесу ұйымдастыру кезіндегі ерен еңбегі, таусылмайтын энергиясы, сабырлы мінезі, қамқор жүрегімен кез келген уақытта дұрыс бағыт сілтейтін, айналасына тек қана позитив сыйлайтыны үшін Есимова Айгүл марапатталады. Қошеметімізді білдірейік. Қош келдіңіздер. Марапаттарыңыз құтты болсын. Бір есте сөйлескен сауырыңыздан қараңыздар камера қарай. Ал қараңыздар. Әрмен қарай біздер жалғастырамыз. Осы кереметтей үлкен қуанышымызды, дүбірлі тойымызды, әдемілеп дегенді үлкен тұрғанда ұстаздарымыз бір осы жерге шақырғанда жөнгі бірлет шығады, сосын барып отыра береді, сол жерде келіп кішкене әдемілеп ортада тұрса. Ендеше сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен әдемілеп ортаға шақырайық. Мария апайымызды
Тұрсын апайымызды ортаға шақырайық. Келіңіздер, ұлағат ұстаздарымызға қошеметімізді білдірейік. Ұстазыбеткен жалықпас. Осы дегенде балдарыңыздың бір қызықты сәттері болса, балдарыңыздың бір сіздерді бір енді жүйкелеріңізді жұқартпағанмен де, бірақ бір болады ғой бір мектепте бір нервыға деген оқушыларыңыз. Солар бірақ енді кезінде адам болмайды деген оқушыларыңыз қазір мінекей адам болып, мына сіздер осы мұғалімдердің айтатын ең жақсы символының сөзі ғой, адам болмайсың деп, бірақ адам болу үшін айтатын сөздеріңіз біздің әрқашанда жүрегімізде. Мына адам болсын деген тамаша ниеттеріңіз қазір көрдіңіздер. Біреуі әке, біреуі ана, біреуі ата мен әже, бірақ келгенде байқаған боларсыздар, жүздерінде әлі сол балалық белгі тұр, солай ма? Ал қош келдіңіздер, әдемі де өздеріңізде әдемі қызықты сәттерді айтуға рұқсат. Апай, қош келдіңіз. Сау болыңдар. Иә. Ал қымбатты балаларым, қыздарым мен ұлдарым, бүгінгі ұлы мерекелеріңе қош келдік. Бізді сол кездегі кішкентай ғана бүлдіршін балалар болсаңдар да ескеріп, Мәлес екеумізді осылай ортаға шақырғандарыңа мың да бір рахмет. Ал баршаңызды амансыздар, тағыдан қош көрдік. Бүгін енді Алланың сәтімен бүгін Ағдасарханда бастарын қосып кездесіп жатсыңдар, құтты болсын. Апайдың айтқан тілегінің бәріне қосыламын. Сол тілектің үстіне тек сіздердің осындай жасқа келіп үлкен азаматша болғандарыңды, отбасын құрып, ата, әже, құда, құдағай болғандарыңды естіп, өте марқайып отырмын, қуанып отырмын, мақтанып отырмын. Күні кеше сол бәрімізде 10-шы мектепте мен 75-те, апай 77-ке бас қостық. 76-шы жылы сіздерді бірінші классқа қабылдап алғанда мен 26 жастар едім. Сол кезеңде 45 баланы қабылдап алдық. Марқұм Рабиға апайда 44, менде 45, 24-ші мектептен 2 оқушы сұрап едік, бермеді 3 классқа бөлу үшін. Ең соңғы 45-ші Ескендіріп Саламат менің оқушым. Нөмір 45-ші қылып жазған оқушым. Сосын бірінші сыныпты сіздерге өзімше әріп танытып санатып 45 баланы шығардым. Екінші классқа келгенде балдар қосылып 3 классқа бөлдік. Рабиға апай А, мен мына кісі 3 класс болдық. Рабиғаның балдары, қыздары кішкене тентектеу болды. Рабиға енді ол көп жылдан бері осы Сәбит Мұқанов атындағы мектептің фундаментін құйған деп кеуде соғып, біздің алдымызда, біздер енді бер жағында келдік, 2-ақ жылдың жұмыс жасап отқан, жаспыз ғой. Анау-мынаудың бәрін қызғанып, бірақ мен оны жеңге қылып алып, барлық қоймасын қай шығардық қой. Серкеске күйеуге шықты, мен емес қой, оған жеңге қылып алып, бітісін шығардық Рабиғаның. Сонымен еңбек еттік, сол мектепте 32 жыл еңбек етіп қалдым мен. Қызылқоғада бір 4-5 жыл жасадық та, барлық еңбегім сол Сәбит Мұқанов атындағы мектепте өтті. Сіздер ең бірінші алған, ең бірінші выпускі балаларым, осы 76-шы жылы қабылдап алған балдарым. Талай балдар кетті ғой, кейінгі балдар. Саламаттың баласын оқыттым, немере болды ғой. Ескендіріп Саламаттың баласын оқыттым, немере. Әже дейді артынан апайды. Апайды қойып әже дейді. Мама деп соғады, әже деп соғады. Сендердің сол кішкентай қотақандай болып табалдырық аттап, мектеп табалдырығын аттап, бүгінгі дәрежеге жеткендерімді көріп мен мақтанып отырмын. Сол кезеңде ауылдан келген жас мұғалім, жас келіншекпін, 2 баланың анасымын. Менде көп қатты, сонда қатты бәрін келін білем деп айтпаймын, бірақ білуге тырыстым.
ауылдан келіп қаланың мектептегі мұғалімдерден қалмауға намысым бар еді, намысым жібермей сол Рабиғалардан қалмай жұмыс жасауға тырыстым. Әйгәпір атанған жоқпыз, кейінгі әйтеуір сол бір қарапайым сол мектептің мұғалімі болып жұмыс жасадық. Сіздерге көп алғыс айтамын. Апай екеумізді ұмытпай осы бастауышта бізге сабақ үйретіп еді деп еске алып орталарына қосып отырсыздар. Ата-аналарынан кейінгі ата-ананың рөлін атқармасақ та соған ұқсап бақтық қой. Бәрінде де жақсы көреміз, бәрінде де сағынып қалыппын. Мынау Қайырбек ручканы ұмытып қалып отыратын, мен артық ручкамды беретін. Құдай айналайын, бұның жақындығы бар және. Әмейнамның өзі неге тұрып, құттақандай, осы сенде жасың толмай келдің, саламатта жасы толмай келді. Ол кезеңде енді соны жайлап, лекерге келсе алып кетеді ғой деп. 75-ші жылы 3-ші класқа келген бойда сабақ бердім. Сонда Зәрипам қандай, Сағидолланың апасы. Ол кезеңдегі балдарды, мен сонда апайымын ғой, сонда оқушылардың бойы менен ұзын бол. 75-ші жылы түскен фотолары бар. Бір апайға берсе, сол кейінгі бауырларында соған береді ғой. Мұнау енді Алтынай бүкіл сіңілерін бәрін оқыттым, міне Құдаға айналайын. Кенжемен қатар болдық, мамасымен енді айналайын. Баршаңызға да өмірден өткен ата-аналарына, бәріне де қайырлы болғасын айтамын. Алдынан жарылқасын. Айтам, сіздерде ұрпақ қалдырған, сіздерде өмірдің жалғасын қалдырған ол кісілердің енді жатқан жерлері жайлы болсын. Орнында сіздер бар, орны бар, оңалар деген. Алла өмір жастарың ұзақ болсын. Өз ұрпақтарының қызығын көріңдер, бақытты болыңдар. Мынау Рақым деген, ырыр деген әріпті айтқыза алмай есім кетіп, өзіңнің атың ырыр деп айтыр, соны айт деп отыр. Бір көп жылдардан бір мен проезд первыйдан шығып автобусқа отырайын десем, бір автобус келіп алдыма тұрып жатыр, 14-ші автобус. Құдай шебер, мына автобус неге тұрып жатыр, менің алдыма десем, бала отыр, апай отыр автобусқа. Автобус айдайды екен, сонда көрді. Айналайын, рақым деп жатырмын, ой, еңбегім қайтты менің. Рақымет деп жатырмын. Бәрің Айгүлжан, Ұмсын, Айнагүл, Ақлимам, Көкбөшіл, Құдай айналайын, Гауқарым, Қуатым, бәріңді жақсы көрем, Құдай жүректерім сол. Бәріңді де. Анау, жаңа мен кімсің дейм, Кенжеғалимын дейм. Құтты қандай сартентек боласың ба десем, дейді. Подвижный болды ана Кенжеғали деген. Өзі құтты қандай салсары, менің негізі оқушыларым сондай. Еркін, подвижный болады. Қыздарым өзім сияқты кішкене жайлау. Олдар подвижный болады. Айналайын, біріңнен біріңді айырмаймын. Баршаңызды да жақсы көрем, аман қос, сансызбайым анау. Айналайындар, бәріңді де күні кеше құттай етіңдер. Енді бүгін үлкен азамат болып, үлкен отбасының асқар тауы болып отырсыздар. Бәріңе де өмірлерің ұзақ болсын. Осындай жақсы қуаныштарың көп болсын. Үлкендер айтады ғой, өмір деген қамшының сабындай деп. Рас қой, күні кеше өзіміз жас сияқты едік, енді екеумізде қазір апай екеуміз үлкейіп ұмытып қаламыз қазір. Айтайын деп отырған сөзімізді ұмытып қаламыз, енді айып етпеңдер. Бірақ сіздерге деген жүрегіміз таза, бар білгенімізді, білмегенімізді оқып, бар білгенімізді үйреттік деп ойлаймын. Сол сіздердің осындай адам, азаматша болғандарыңды көріп, мен қатты қуанып отырмын. Қошемет қайда, шапалақ қайда? Үлкен рахмет. Енді көз көрген апай екеуміз не қалдық, апайлар, ұстаздардың көмірі өмірден өтіп жатыр. Бұл өмір қысқа ғой енді, бірақ бізге ұзақ сияқты, жас кезімізде ұзақ сияқты көрінетін еді, қазір күні кеше сияқты өтіп кетіп жатыр. Айналайындар, рахмет, бақытты болыңдар бәріңде, аман болыңдар. Балдарың аман болсын, ұрпақтарың. Бәріңді де жақсы көремін.
Апа екеуміздің қуанышымызда шек жоқ. Сіздерді көріп орталарында отырғанымызға Алла разы болсын. Биік жақсы биікке көтеріле беріңдер, өсе беріңдер, өне беріңдер. Аман болыңдар. Саған да рахмет. Ақмамау аман болыңыздар, байуатты болыңыздар, дегендеріңізге жетіңіздер, шөбеленің қызығына тоймай аман-есен жүре беріңіздер. Кезінде келуді еңсердіңіздер, 60-тан асып, 70-ке жетіп, 80-де секіріп, 90-да тоқтамай, 100-ге келгенде немере шөбелен санынан жағысыз Алла нәсіп етсін. Ұстаздарыңызға бір қатыра қошемет шапалар қойыңыздар. Қошеметіміз білдірек, тұрып шапаларыңызға, тұрыңыздар. Тұрып қошемет білдіруге лайықты. Және де тәкетті марапат берді қой. Қайрекеңе, Аюлапаңа әдем марапат берді. Сәлі сондай марапат сіздерге де енді біздің ұстазымызға шәкірттерінен алғыс хат дейді. Әдемі, сіздің бізге деген меріңіз бен игілігіңіз бойымыздағы барлық жақсы қасиеттерді оятып берген тәліміңіз мәңгі жадымызда қалады. Біз сізге зор денсаулық, ашық аспан, жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден шаттық кетпесін деп тілейміз. Игі тілекпен осында отырған барша шәкірттеріңіз және де осы шәкірттеріңіздің атынан тамаша сый сияпаттарымыз бар. Марапатталады Тұрсын апайымызға және де Мария апайымызға және де шәкірттердің атынан тамаша айтып беріңіз. Енді сыныптастарыма қош келді. Тұрсын апай, Мария апай, мына сізге кішкене азда болса көптей болыңыз керек. Янағы деген керемет қазір сервис. Рахмет айтамын. Балдар береді. Ай, шапалақ қайда, қошемет қайда. Осы кластастардың атынан бір сый-сияпатын беріп рұқсат етіңізсің ғой. Амин аға. Бәрекелді. Біреуге бірдеңе беріп жатыр. Медаль, бәрекелді. Ал жайғасайық, ұстаздарымызды, орындар жайғастырайық. Ұстаздарымыз жайғастырайық. Ал енді ортамыз ашық, ортамызға құшақ берген шығуға рұқсат. Мына жерден 40 жылда жиналғаннан кейін де бір жолыққан қандай жақсы деген бір әнді орындай. Тамаша етіп ортаға құшақ бейіне шығып, әдем етіп атсалсай, қош келдіңіздер баршаларыңызға. Ескі әннен жолыққан қандай жақсы ән қабылдаңыздар. Жолыққан қандай жақсы махаббат мен дегенде жүректің шөлдегенде сағыныш лаулағанда көп болып көрмегенге көріскен қандай жақсы жолыққан қандай жақсы қандай жақсы
Бәрекелді, өте керемет тамаша жайғасуға рұқсатымызды білдіреміз. Тамаша өте керемет ербі башаларымызда. Қош келдіңіздер, жайғасуға рұқсат. Класстастардың атынан әдемі өнер сатылмайды. Еркін Жұмағалиева, Алтынай, Кереев, Аманқос, Жылқышева, Нұрзила, Тілеуғалиева, Марфуғаны ортаға шақыра. Келіңіздер, тамаша жылдаймыз ақтай көздеріңізде. Ал, класстастар билесіға, қош келіңіздер. Дүйсенов, Еркін, Алшануар Бауға, Кереев, Аманқос. Анам жатыр елің, сағандырып жүрсі. Жылқышева, Нұрзила, Тілеуғалиева, Марфуға. Билесі биле, 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 биле. Мұңға емес бір қабағыңды түймін. Билесі биле, биле, биле. Бәрекелді, бана көрдіңіздер, әдемі марапатымыз бар. Ендеше әдемі номинация көк дәуіріңіздер. Әдемі номинация біздің дегенде әдемі осы ұйымдастырушылардың атынан сыныптың сымбатты серісі нағыз мырза 40 жыл ішінде нағыз ер азаматқа тән толысқан келбетімен, сымбатымен ішкі мәдениет қатар дамытқаны үшін Кереев Аманқос марапатталады. Ақылына көріксай азамат болып ортамызға оралғаны үшін ризамыз. Бір қатырақ қошымен шамалағанымызға. Бәрекелді, дәл сондай номинация. Алтын адам 40 жыл өтсе де сыныптың кез келген қалжыңына күліп қарайтын, ашуланбайтын, әрқашан көмекке дайын тұратын, ақ көңілділігі үшін марапатталады. Дүйсенов Еркен, бір қатырақ қошымен шамалағанымызға. Дүйсенов Еркен ағамызға. Ал кет әрмен қарай, салмақтылықтың символы Әлжанова Гаухар. Мектепті бітіргенімізге 40 жыл өтсе де өзінің байсалды мінезімен, терең ойлы мәдениетімен сыныптың ең сыйлы адамы болғаны үшін марапатталады. Бір қатырақ қошымен шамалағанымыз ба? Гаухар ханым. Бәрекелді, әрі қарай, сыныптың сыпайы аруы, көп сөйлемей, көп ойлап жүретінсің. Биязы боп, ақырын күлетінсің. Арада 40 жыл өтсе де өзіңе тән сол бір нәзіктік пен парасаттылықты сақтап келген үшін марапатталады. Жұмағалиева Алтынай. Бір қатырақ қошымен шамалағанымызға. Ал кел, дәл сондай номинация. Сыныптың тұңғиық парасаты. Дұрыс па? Сыныптың тұңғиық парасаты. Арада 40 жыл өтсе де мектеп кезіндегі сабырлы қалпын, байсалды мінезімен терең ойлы сақтап қалған үшін Жылқышева Нұрзила марапатталады. Бір қатырақ қошымен шамалағанымызға. Бәрекелді. Ал кел, дәл сондай марапат. Мәңгі жас дейді, ананары, мәңгі жас. 40 жыл өтсе де мектеп кезіндегідей жайдары, көңілді әдемі, жас жүректі болып қалғаны үшін Тілеуғалиева Марфуға марапатталады. Бір қатырақ қошымен шамалағанымызға. Өте керемет тамаша. Ал бір есе сөзге солай қараңыздар. Бәрекелді, ал жайғасайық, қош келдіңіздер. Ал башаларыңызға қош. Келіңіз, орта қарай. Келіңіз, неге шамалағанымыз, қошеметімізді білдірейік. Әдемі, ең бірінші сұраққа дұрыстап жауап берген үшін біздің нөмірі 10 мектептің алтын директорының есімі Бәрекелді, дұрыс. Бір қатырақ қошемен шамалағанымызға. Ең бірінші сыйлықтың иегері. Есіміңіз? Рахым үлкеме, бір қатырақ қошемен шамалағанымыз ба? Әдемі. Ал кеттік, әрмен қарай жалғастырайық. Жайғасай беріңіздер. Ал кеттік, әрмен қарай жалғастырамыз. Ендеше нөмірі 10-шы Сәбит Мұханов мектебі қашан салынды? Жипс алфер кім айтқан? Жипс алфер жазып тұрген. Келші отағыра, жипс алфер, келші отағыра. Келші отағыра, келші. Неге шабал орынмаймыз, қошеметімізді өндірейік. Келші отағыра. Нешінші дейді, қай жылы дейді алмай? 75 мен кіре берші деді, есік
Полда жазылып тұр ғой, полда. Гимназияның Бәрекелді. Неге шапалақ ұрмаймыз сізге? Тамаша сый-сияпат және де ағамызға тамаша сый-сияпат жайғасуға рұқсатымызды білдіреміз. Ал кеттік әрмен қарай. Келесі жалғастырамыз. Жүзе алмайтын адам суға түссе қалай шығады? Қалай? Суға жүзе алмайтын адам қалай шығады? Суға түссе қалай шығады? Тана қарай. Сүңгіп шығады? Жоқ, сүңгіп шығады, жүзе алмайды. Қалғармайды. Жүзе алмайды. Батып кетпейді, шығады бірақ, бірден етіп шығады. Жүзе алмайды бірақ, бірден етіп шығады. Қалай шығады? Үсті су болып шығады дейді. Ана неге шапалақ ұрмаймыз, қошеметімізді білдірейік, өте керемет тамаша. Ал кеттік, әрмен қарай жалғастырамыз. Тауық дейді. Тауық 1969 жылдар. Бір аяғымен, тауық бір аяғымен тұрса 3 килограмм, екі аяғымен тұрса неше килограмм? 3 килограмм. Абай, оя, күшті. Абайға неге шапалақ ұрмайсыздар, қошеметімізді білдірейікші. Әдемі, әдемі. Абайымызға сіздермен мінеке әдемі етіп ойынға атсалысып отыр. Неге шапалақ ұрмаймыз, ұсталатымызға? Тауық бір аяғымен тұрса да, екі аяғымен тұрса да 3 килограмм болады. Оя, күшті. Ал кеттік, әрмен қарай жалғастырайық. Ұзарған сайын қысқаратын не? Резинка. Ойбай. Ұзарған сайын қысқаратын бізде. Ұзарған сайын қысқаратын. Келіш, өмір дейді, келіш, ортағыда. Бір қатар қошемет шапалақ ұрамыз ба? Неге шапалақ ұрмаймыз қошеметімізді? Немере бар ма? Немере бар ма? Мына сізге тамаша сый-сияпат. Дұрыс жауап бізде ұзарған сайын қысқаратын өмір. Ал кеттік, әрмен қарай жалғастырамыз. Мені ешкім түсінбейді. Неге? Мені ешкім түсінбейді. Неге? Неге шапалақ ұрмаймыз? Келіңіз, кім айтқан? Кім айтқан? Келіңіз, бүйріп шығарыңыз. Неге шапалақ ұрмаймыз? Қошеметімізді білдірейік. Рахмет. Есіміңіз? Келіңіз. Есіміңіз? Төлеубай ағама неге шапалақ ұрмаймыз? Қошеметімізді білдірейік. Дұрыс. Өйткені ол ешкі дейді. Ал кеттік, әрмен қарай жалғастырамыз. Тарихта ең үлкен қалпақ киген кім? Тарихта ең үлкен қалпақ киген кім? Апай қараңызшы. Тарихта ең үлкен қалпақ киген кім дейді? Амина қызымыздың дайындағаны сіз ба дайындаған? Күшті дайындаған екен. Кім бар ғой? Қызға айтайын, тарихта ең үлкен қалпақ киген кім? Басы үлкен адам дейді. Күшті. Патологиясы ризалық шапалақ ұрайық, қошеметімізді білдірейік. Ал кеттік, Сәмет Мұқанов кім және қашан өмір сүрді дейді. Ал енді ұстаздары, оқушыларыңыздың білімін тексерейік. Не үйреттіңіздер екен кезінде? Сәмет Мұқанов кім және қашан өмір сүрді? Жазушы. Бірінші сұрақ дұрыс. Екіншісі, Сәмет Мұқанов. Дұрыс қой енді. Мектеп білу керек. Қай жыл дүниеге? Ойбай сол. Ал кеттік, жазушы келші, ортаға қарай. Бір қатар қошемен шапалақ ұрайық, келіңіз, ортаға қарай. Сәмет Мұқанов, жазушы, дұрыс. Және де есіміңіз? Сауле. Сауле ханымға неге шапалақ ұрмаймыз, қошеметімізді білдірейік. Өте керемет тамаша. Сәмет Мұқанов кім дегенге жазушы деп дұрыс жауап берді. Енді сіздер тағы да ескерте жүрейік, тағы да балдарыңызға үйретесіздер. 1900 жылы өмірге келіп, 1970 жылы өмірден қайтқан екен. Неге шапалақ ұрмаймыз? Неге апайымызға қошеметімізді дұрыстапты? Ең жылы естелігі дейді. Неге шапалақ ұрмаймыз? Қошеметімізді білдірейік. Сенің үнсіздігің біздің сыныптың естелігі. Ал кеттік, ары қарай жалғастырамыз. Сыныптың пысықайы дейді. Пысық деген сөз ғой, пысықайы. Жалғастырамыз. Қырсықтығы өзіне жарасатын, бірақ іске келгенде алдына жан салмайтын, еңбек қорлығы мен пысықтығы ерекше мінезі үшін марапатталады. Қосмағамбетов Рахым. Бір қатар қошемет шапалақ ұрайық, қошеметімізді білдірейік. Бәрекелді. Ал кеттік, әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі номинация сыныптың құпия қазынасы дейді. Ананы қара. Аз сөйлеп көп тыңдай білетін, әр сөзі алтынға бергісіз.
40 жыл өтсе де сыпайы, терең ойлы, иманды, парасатты қалпыңызды сақтағаныңыз үшін марапатталады. Өткелбаев Сағидолла. Bir қатырақ қошымен шапалға қарай. Ал келе. Әлмен қарай жалғастырамыз. Сыныптың бас кәсіпкері дейді. Ананы қара, сыныптың бас кәсіпкері. Тіршілік қарбалысында сауда мен бизнесте жүрсе де сыныптас достықты бәрінен биік қойып, уақыт тауып, шынайы адам көңіліңіз үшін марапатталады. Мұхтаров Қанат. Bir қатырақ қошымен шапалар. Жалпы азам қойылған есімі Қуат. Солай ғой, бір қатырақ қошымен шапалар. Бәрекелді. Мұхтаров Қуат. Бәрекелді. Ал кел әрмен қарай номинация марапатталады. Сыныптың сөз мергені. Әдемі. Сыныптың сөз мергені. 40 жыл өтсе де өзінің ерекше пысықтылығымен кез келген дауда сөз тауып кететін шешендігімен, өзінің тартымды мінезімен сыныптың нағыз белсендісі болған үшін Хабидулина Ахрима марапатталады. Адамға керек Асыбе деген, таңымен адам Расыбе деген Ағлим апа, сізге риза бол, екеуміз костюміміз пацыбе дегенде қойынша неге шапалар ұрмаймыз. Қошеметімізді білдірейік. Ал кел әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі номинация сыныптың Ақтаудағы жұлдызы дейді. Алыстан ат телетіп, сыныптастарын сағынып келген, бәрінен де үлгеріп жүретін пысықтығымен өзіне ғана тән бала мінез ақ көңіл сүйкімді ерекелігі үшін Ізбасарова Айнагүл марапатталады. Қошемет табақ қойма. Бой бір дейін сізбен отырса да қалаңыз. Неге шапал өрмәуіз? Қошеметімізді білдірейік. Айнагүл апамызға, әдемі. Ал кет әрмен қарай. Жылы лебізіміз, жылы кереметтей осы 40 жылдық мерекелік кеште әдемі, керемет осы еске алып отырастар алғасы 45 жылда кездесу алды. Нәсібес керемет номинациямыз сыныптың қоңырау ханшайымы дейді. Неге шапал өрмәуіз? Сыныптың қоңырау ханшайымы. 40 жыл кездесудің әрбір бөлшегіне дейін уайымдап, барлығының жағдайын ойлап жүрген, жүрегі таза, нағыз ақ көңіл ұйымдастырушы. Күніне 10 рет телефон соқса да, еш шаршамайтын, өзінің кіршіксіз ақ көңілігі ниетімен бүкіл сыныптың басын қосқан үшін марапатталады. Жұмашева Омсанда. Бәрекелді. Ал бір есе сөйлеге суалыңыздар. Кез келген жерден жол тауып кететін сыныптың мақтанышы болған үшін Нұрмағамбетов Кенжеғали марапатталады. Bir қатырақ қошемет шапалға орай, қошеметімізді білдірейік.
Бәрекелді. Ал енді әрмен қарай жалғастырамыз. Керемет номинация. Қол жетпес қыран дейді. Қол жетпес қыран. 40 жыл бойы еркіндігін ешкімге бермей, сабырлы да үнсіз қалпында сыныптың ең қол жетпес ханзадасы болып жүргені үшін Майлықбаев, дұрыс қой, Майлықбаев Төлеубай марапатталады. Бір қатыра қошемет табалағыра. Бойдақ па? Бәсе солай болады. Бәсе сонда үшін ханзада еді. Ал кеттік, әрмен қарай. Сыныптың позитивді генераторы, дұрыс па? Генераторы. Сыныптың позитив генераторы. Арада 40 жыл өтсе де таусылмайтын қуат энергиясымен, жарқын күлкісімен кез келген жағдайда тауып айтатыны өткір және де қисынды әрі көңілді қалжыңымен сыныптың позитивті ортасын қалыптастырғаны үшін Қуанышқалиева Сәуле марапатталады. Ал кеттік, дәл сондай номинация. Сыныптың сұлулық символы. Қара, сұлулықтың символы. Арада 40 жыл өтсе де сымбатымен көркін жоғалтпаған, сұлулығы мен ішкі жан дүниесінің тазалығы үйлесім тапқан, үнемі күліп жүретін жайдарлы мінезі үшін Тілеулиева Гүлшара Тілеулиева Гүлшара бір қатыра қошемет шабала қарайық. Қошеметіміз өндірейік. Ал кет әрмен қарай жалғастырайық. Еркіндік королі дейді. Ананы қара. Еркіндік королі. Арада 40 жыл өтсе де сол баяғы сымбаты мен бойдақ мәртебесін сақтап, жігіттер арасында ең еркін иректак атоғын деймін, ал дейді, атоғын. Ең еркін атағын екен, ойбай. Ең еркін атағын иеленгені үшін Есен Теміров Дүзбай марапатталады. Неге шапала қармайық, қошеметіңіз. Бұл түсте бойдақ па? Болды. Ал кет, сыныптың ең биязы Шумахер дейді. Ананы қара. Асықпай жүріп анық басатын, сабырымен бәріне үлгеретін, рөлде отырса да нәзіктігін жоғалтпайтын ерекше қасиеті үшін марапатталады. Тұрсынбаева Айнаш. Бір қатыра қошемет шабала қарай. Бір есе сөйлемге түсіп алайық. Қош келдіңіз. Кеш ұйымдастырғаны үшін марапатталады Кенжеғалиева Амина. Бір қатыра қошемет шабала қош келдіңіздер. Аз қайтармаймыз. Біз бана айттық. Аяқ қолың алса да жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада шаршамай, аяқ қолың талсадай жолқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Қошемет шабала, қайда құрдастары болсын. Бабешін қайда? Әдемі үшін, әдемі. Бабешін қайда? Бұйырса, Алла қаласа тамаша осы жылы саяхат болсын. Алла қаласа керемет жерлерге, керемет мемлекеттерге сізге лайықтысыз. Бір қатыра қошемет шабала қарайықшы. Өте керемет тамаша. Құда құтып аламын. Шаттанайық, мақтабайық, шуақтанып жанымыз, күнге
Бұл не екен? Құрметті класстастар, Өте қуаныштымыз. біз мына шетелде жүріп қазір. Керемет мейманханада жасап жатқанымызға риза болып жатыр. Әминаны, Саматты, Айгүлді көріп, мына жерде 40 жылдықта болмай қалғанымыз болмаса, енді қалған бәрі күшті. Қыздардың еңбектері міне, молодцы. Әмина мен Айгүл. Рахмет, атуши. Рахмет, ұйымдастырып. Болмай қалдық, көрсеміз әлде. Иә, шақырып жатқандарына біздер ризамыз. Бәріне де сәлем, 40 жылдық құтты болсын. Еңбектерің бәрінде Алладан қайтсын, аман жүріңдер, отбасыларыңа жақсылық, қуаныш, балдарыңның қуанышын бірге көріңдер, бірге көруді жазсын. Аман жүрек, 45 жылдықта кездесеміз. Құрметті, Қоста айта бер. ал енді құрметті класстастар, бәріңе ассалаумағалейкум. Болмай қалдық бір себеппен, бірақ осы қыздарымыз Әмина бар, Айгүл бар, Қайрат бар, бас қостырып жатыр. Өте қуаныштымыз. Рахмет, жақсы тойлапсыңдар, көріп жатыр. Керемет. Ары қарай әлде де кездесу болсын, әрдайымда. 120-ға толғанда келсек. Рахмет, бәрі де.